Адам бойындағы әлсіздіктің себептері және оны жеңу жолдары. Адамның бойындағы әлсіздік бұл физикалық, психологиялық немесе рухани күштің жетіспеушілігі. Ол әр адамда әр түрлі деңгейде және әр түрлі себептермен пайда болуы мүмкін. Әлсіздік уақытша құбылыс болуы мүмкін, бірақ кейде ол ұзаққа созылып, адамның өмір сапасына айтарлықтай әсер етеді. Осы мақалада әлсіздіктің негізгі себептері мен оны жеңу жолдарына тоқталамыз. 1. Физикалық әлсіздік. Себептері. Тамақтанудың жеткіліксіздігі, дұрыс және теңгерімді тамақтанбау ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігіне әкеледі. Ұйқының жетіспеуі, ұйқы ағза үшін маңызды қалпына келу кезеңі. Ұйқының жеткіліксіздігі физикалық және психикалық әлсіздікті тудырады. Аурулар, анемия, қант диабеті, жүрек қан тамырлары аурулары сияқты созылмалы аурулар адамды әлсіретеді. Қозғалыстың аздығы, физикалық белсенділіктің болмауы бұлшықеттер мен жалпағзаның әлсіреуіне әкеледі. Шешу жолдары. Теңгерімді тамақтану, диетаңызға ақуыздар, дәрумендер, минералдар және пайдалы майларды қосыңыз. Дұрыс ұйқы режимін сақтау, тәулігіне 7-8 сағат ұйықтауға тырысыңыз. Тұрақты түрде медициналық тексеріс жасау, денсаулығыңызға байланысты қандай да бір проблемаларды ерте анықтаңыз. Дене жаттығулары, күнделікті жеңіл жаттығуларды әдетке айналдырыңыз. 2. Психологиялық әлсіздік. Себептері. Стресс, үздіксіз күйзеліс ағзаны физикалық тұрғыдан да әлсіретеді. Депрессия адамның мотивациясын, қуатын және жалпы өмірге деген қызығушылығын азайтады. Өзін-өзі төмен бағалау, өз күшіне сенбеу және үнемі өзін сынау адамды әлсіретеді. Шаршау, ұзақ уақыт демалыссыз жұмыс істеу эмоционалдық күйді төмендетеді. Шешу жолдары. Стрессті басқару, йога, медитация, терең тыныс алу жаттығулары арқылы күйзелісті азайтыңыз. Психологпен немесе психотерапевтпен жұмыс, мамандардың көмегі қиындықты жеңуге көмектеседі. Өзін-өзі қолдау, күшті жақтарыңызды анықтап, оларды дамытуға көңіл бөліңіз. Демалыс уақыты, жұмыс пен демалыстың тепе-теңдігін сақтаңыз. 3. Рухани әлсіздік. Себептері. Мақсаттың болмауы, өмірде нақты мақсаттардың болмауы адамды рухани тұрғыдан әлсіретеді. Өмірлік қиындықтар, жеке өмірдегі немесе жұмыс орнындағы қиындықтар адамның рухын түсіреді. Қоғамдық қысым. Басқалардың пікіріне тәуелді болу және солардың талабына сай болуға тырысу. Шешу жолдары. Өмірлік құндылықтарды анықтау, өз құндылықтарыңыз бен мақсаттарыңыз туралы ойланыңыз. Рухани тәжірибелер, дұға оқу, медитация, немесе табиғатты серуендеу арқылы ішкі тыныштық табуға болады. Оң орта құру, қолдау көрсететін, шабыттандыратын адамдармен қарым-қатынас жасаңыз. 4. Жалпы ұсыныстар. Өзін-өзі тыңдау, ағзаңыз бен эмоцияларыңызға құлақ асыңыз. Әлсіздік сезілсе, оның себебін анықтауға тырысыңыз. Шыдамдылық, әлсіздікті жеңу үшін уақыт пен күш қажет. Мақсат қою, өмірге кішігірім, бірақ маңызды мақсаттарды енгізіңіз. Кәсіби кеңес алу, егер әлсіздік ұзақ уақыт бойы жоғалмаса, дәрігерге немесе психологқа жүгініңіз. Адам бойындағы әлсіздік бұл біздің ағзамыздың және рухымыздың беріп тұрған сигналы. Оны елемей қою жағдайды қиындатады. Сондықтан әлсіздікке себеп болған мәселелерді анықтап, оларды шешуге бағытталған нақты қадамдар жасау маңызды. Ең бастысы, өзіңізге қамқор болу және денсаулығыңызды бағалау.